Армысыз қазақ ұлты, баршаңызға Алланың сәлем болсын. Мәртебемізді жаратқан ием әрдайым үстем етсін. Ұлы қазақ даласында болатыны хақ дүние, ол болады. Ең соңғы көріпкелдердің сөзін айтқан Кенжебек, көріпкел шал болып танылған. Ең соңында бір бала ғана қалады, ақ ту көтеріп деп. Кенжебек оны 2018-де айтты. Мен 2010-нан бастап көтеріп бұл туды, соңында 19-да мен Қазығұрттың басына қалдырып кеттім мәңгілікке. Маған үкіметтің келіп анау мынау дегендегі жоқ, шындыққа қарау керек тек қана. Бұл болатын дүние. Жақында өз орындарын босатпаса, өз орындарын босатып, өз еріктерімен кетпесе, Қазақстанда мүлдем қазақ деген ұлттан айырады олар. Не болмаса бір жолата өзінің бала-шағасынан айырылады. Өйткені Кенжебектің көріпкелдігінде Әлиасқар Байғұтұлдың айтқандай, ең соңында байлардың бала-шағасы жындана бастаған кезде бәрі байлықтан қашады, бәрі атақтан қашады, бәрі тастап қашады, бәрін өртейді отқа деген. Сол күн келді. Қазір байлардың балаларының бәрі науқас, бастан кетіп жатыр. Енді тақта отырған оларға ешқандай пайда жоқ, өйткені ол таққа отырғанмен ол байлықты апаратын жері жоқ. Өйткені бәрінің балалары педофил, наркоман, конченый болды. Бұл жаратқанның жазасы. Ал енді болашақта қалай болатын? Оны жаратқан ием жердің бетін мүлдем өмірді жаратқан кезде ең бірінші бірақ қана сөз болған. Бол деп айтқан, содан кейін бар болған. Демек, барлық дүниенің бастамасы сөз. Сондықтан кері тартпай ағайын, ақиқатқа қарай, ақиқатты болсын деп тілесең, ол болады. Бол деп айту керек. Жаратқан, осы айтылған сөз болса екен, бол деп айттың ғой, Құдай сен болдырам дедің ғой, болдыршы деп Құдайдан сұрасақ, бұл бізде болады. Нақты дәлелдер келіп жатыр. Майқы би, Мөңке би, Бекасылауле, Мәшһүр Жүсіп, бәрінің айтқан күндері келді. Бірақ солардың ішіндегі күнін, уақытын, минуттарын айтып өткен Нострадамус. Нық айтқан уақытын Нострадамус, соң кейін Әлиасқар Байғұтұлы қай уақытта болатынын айтып кеткен. Ол міне келді, есігін ашып тұр. Кенжебек ағамыз айтқан кезде шабір жерден айтты, бел тартқанда деп. Сен 55 жастан арғай бел тартқанда деген сөз, бітті, полностью 50-ді бітірдің, 50-дің ішін бітірдің, 60-қа бір қадам қалған деген сөздің басы ол. Әлі замогын салған жоқсың, бірақ белін тарттың деген сөз да. Бұл болатын жыл биыл 25. Ол кешегі күннен басталды. Сондықтан мен сіздерге айтарым, бәріңіз іштен бол деңіздерші. Құдай болдыршы, бол деңдер. Болды. Болады жақсылық қазаққа. Мәңгі қонады.